Баршаңызға сәлем, Оп-оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз творительный падеж немесе қазақ тіліне ұқсас көмектес септік. Тақырып сізге қызықты болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз ендеше бастаймыз. Көмектес септіктегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Творительный падеж кем, чем, яғни көмектес септік сияқты кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді, бірақ көмектес септіктен басқаша өзгешеліктері бар. Оны қазір айтып өтеміз. Тақырып сізге түсінікті болу үшін мысалмен келтірейік. Мысалы, алмамен, салмой, сумен, с водой, аяқпен, ногой, қолмен, рукой, поездбен, поездом, ұшақпен, самолетом. Қысқаша айтқанда осындай сөздерді дұрыстап, жаңағы окончанияларын дұрыстап айтуды үйренеміз. Творительный падежді өте оңай табудың жолдары ол предлогтармен бірге келеді. Ол предлогтар қандай предлогтар? Над, под, перед, с, рядом с, за, между. Над деген бұл бір нәрсенің үстінде. Ал под деген бұл бір нәрсенің астында. Перед бұл алдында. С деген мен, яғни қалам мен. Рядом с жанында, за артында, между арасында. Бұны да толық түсіну үшін мысалмен келтірейін, түсінікті болу үшін. Перед сном нужно обязательно почистить зубы. Жатар алдында тісті міндетті түрде жуу керек. Осы сөйлемде творительный падежді бірден анықтауға болады. Өйткені мынау алдында перед деген предлог тұр. Осы арқылы табамыз. Келесі мысалымыз: мама пришла в детский сад за сыном. Ее цель забрать сына домой. Бұл жерде за предлогы арқылы біз творительный падеж екенін анықтаймыз. А я с улыбкой отказался. Бұл жерде мужской родта айтылып тұр. С улыбкой, яғни күлкімен мен бас тарттым деп тұр. Он посмотрел на нас с удивлением. Бұл жерде с предлогы тұр, бірден творительный падеж екенін, яғни көмектес септік екенін аңғаруға болады. Келесі мысалымыз: под стулом спит кот, яғни стулдың астында мысық жатыр деп айтқымыз келсе, под предлогын қосамыз. Бұл творительный падеж екенін бірден аңғартады. Над диваном висит картина. Над предлогы бұл төбесінде деген мағынаны білдіреді. Яғни диванның төбесінде картина ілініп тұр. Бір нәрсенің жанында деп айтқымыз келсе, біз рядом с деген предлогды қолданамыз. Мысалы, кафе находится рядом с метро. Кафе метроның жанында орналасқан, яғни жанында деген бұл рядом с деп айтылады предлогы. Ал егер біз артында деп бір нәрсені айтқымыз келсе, біз за предлогын қолданамыз. Дети играли за домом. Яғни балалар үйдің артында ойнады. Бір нәрсенің үстінде немесе төбесінде деп айтқымыз келсе, біз над предлогын қолданамыз. Над городом летал самолет. Қаланың үстінде ұшақ ұшты деп айтуға болады. Творительный падеж имеет свои определенные особенности. Кем, чем для существительных. Например, мальчик гулял с щенком. С кем? С щенком. Яғни творительный падеждің өзінің ерекшеліктері бар. Жаңа айтып кеткендей, мысал ретінде қарастырдық қой. Кем, чем, яғни кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. Бұл бірінші ерекшелігі. Ал енді екінші ерекшелігі бұл каким, какой, какими деген сын есімдермен бірге келеді. Мысал үшін, мальчик гулял с маленьким щенком. Бала кішкентай күшікпен ойнады дейді. Қандай күшікпен ойнады? С маленьким, яғни кішкентай күшікпен анықтады. Бұл екінші ерекшелігі. Үшінші ерекшелігі творительный падеж бір объекттің ерекшелігін білдіреді. Мысалы, наша школа является самым лучшим учебным заведением в регионе. Яғни біздің мектеп региондағы ең күшті оқу орталықтарының бірі болып табылады. Бұл жерде сол объекттің ерекшелігін, жаңағы характеристикасын сипаттап тұр. Осы арқылы біз творительный падеж екенін анықтаймыз. Және тағы бір ерекшелігі ол глаголдардың көмегімен, яғни етістіктердің көмегімен бірге келеді. Мысалы, работать, быть. Когда мы были молодыми, все было по-другому. Біз жас кезімізде бәрі басқаша болған дейді. Яғни бұл жерде быть етістігі арқылы біз творительный падеждің бар екенін анықтап тұрмыз.
Мысалы ретінде тағы стать. Мальчик мечтает стать космонавтом. Бала космонавт болуды армандайды. Космонавт болуды стать етістігі арқылы творительный падеж екенін аңғарып тұрмыз. Оны аңғарғаннан не пайда деп өзіңізге сұрақ қойып отқан шығарсыз, иә? Оны анықтауымыздың себебі біз қазір окончанияны айтуды үйренеміз. Сол үшін біз алдымен творительный падеж қай жерде келеді, қандай етістіктермен, қандай предлогдармен бірге келеді, соны алдымен анықтап алуымыз керек, чтобы ертең окончанияларды дұрыстап айтқан кезде. Қазір біз осыларды аңғаруды үйренгеннен кейін біз окончанияларды дұрыс айтуды үйренеміз. Жаңағы мужской род, женский род және средний родтар арқылы. Сол үшін де асықпай, мұқият тыңдауға сіздерге кеңес беремін. Келесі етістіктердің бірі бұл гордиться, мақтану. Мама гордится старшим сыном. Мамасы үлкен ұлымен мақтанады. Бұл жерде гордиться етістігін көрсеңіз, онда творительный падеждің бар екенін анықтайсыз. Келесі етістік увлекаться. Я увлекаюсь чтением книг. Келесі ерекшелігі бұл совместное действие. Бірге жасалынатын жұмыс немесе бірге мағына болса, онда сол творительный падежді білдіреді. Мысалы, мы с нашими друзьями. Мы с нашими. Бұл жерде с предлогын байқаған шығарсыздар, иә? Яғни творительный падежді білдіреді. Немесе описание блюд. Тамақтардың атаулары немесе сипаттамалары. Я хочу блины со сметаной и кофе с молоком. Бұл жерде де предлогдар қолданып тұр. С және са деген жердегі со сметаной. Описание предметов. Мысалы, девушка с красивыми глазами. Комната с красивым видом из окна. Бұл жерде бір предметті сипаттайды. Келесі анықтаудың жолы ол описывает инструмент выполнения действия. Она часто пишет гелевой ручкой. В баскетбол играет руками. Миыңыз шаршаған болса, кішкене паузаны басып демалыңыз. Қазір енді нағыз бүгінгі сабақтың окончаниясын қазір үйренеміз. Бұл осы айтылғандардың барлығы творительный падежді аңғаруға немесе анықтауға болатынын сіздерге түсіндірдік. Енді біз окончанияларды дұрыс айтуды үйренеміз. Ал ендеше бастайық. Көмектес септігін айтқан кезде, егер бізге алдымызға мужской сөз келетін болса, яғни мужской родта қандай да бір сөз келсе, біз оған соңына ом және ем жалғауын қосамыз. Қазір сіздерге мысалмен көрсетемін. Егер ударение, яғни екпініміз соңғы буынға түссе, ом жалғанады. Мысалы, барбером, врачом, магазином, домом, мужиком, мақсатым. Енді осыларды фразалармен жаттап үйренеміз. Что нужно знать, чтобы стать барбером? Барбер болу үшін нені білу керек? Что нужно знать, чтобы стать барбером? Барбер кім екенін білеміз, ол парикмахер, ерлердің парикмахері, және де ол мужской род екенін де біз білеміз. Сондықтан да оған ом жалғауын қосамыз. Барбером. Что нужно знать, чтобы стать барбером? Врач-косметолог пен интервью. Интервью с врачом-косметологом. Интервью с врачом-косметологом. Бұл жерде де тура сол, врач және косметолог сөздері мужской род, сондықтан да оған ом жалғауы қосылып тұр. Қазір ғана дәрігермен сөйлестім. Только что разговаривала с врачом. Только что разговаривала с врачом. Мен дүкеннің алдында тұрмын. Я стою перед магазином. Я стою перед магазином. Бұл жерде алдында, яғни перед деген предлогы көрген шығарсыздар, иә? Енді магазинге назар аударыңыз. Бұл мужской род болғандықтан оған ом жалғауы жалғанып тұр. Яғни я стою перед магазином. Ал егерде ударение түспесе, онда ем жалғанады. Мысалы, с мужем, с месяцем, с товарищем. Егер мужской родта соңғы әрпіміз мягкий знак және де y-пен аяқталатын болса, онда оған ем немесе ем жалғауы жалғанады. Мысалы, я хочу стать учителем. Бұл жерде учитель
сөзі мягкий знакпен аяқталып тұр, сондықтан да оған ем жалғауы жалғанып тұр. Екінші, магазин за музеем. Бұл жерде, яғни магазин музейдің артында дейді. Сонда музей сөзі и краткемен аяқталып тұр, сондықтан да оған ем жалғауы жалғанады. Магазин за музеем. Үшінші мысалымыз со словарем. Бұл жерде мягкий знакпен аяқталып тұр, сондықтан да ем жалғауы жалғанады. Төртінші мысал торт с чаем. Бұл жерде y-пен аяқталғандықтан оған ем жалғауы жалғанып тұр. Орыс тілінде женский род сияқты келетін сөздер бар, я? Олар дядя, папа, дедушка, мужчина. Осындай жағдайда ой жалғауы жалғанады. Яғни дядей, папой, дедушкой, мужчиной. Сонымен мужской родымыз бітті, енді средний род. Дерлік барлық жаңағы септіктерде мужской род пен средний род өте ұқсас келеді, бірдей деп айтуға болады. Средний родта біз тоже сол жаңағы мужской род сияқты ом және ем жалғауын қолданамыз. Мысалы, окном, морем. За окном идет дождь. Терезенің артында жаңбыр жауып тұр. Нужно место рядом с окном. Терезенің жанынан орын керек. Война начинается за морем. Соғыс теңіздің артында басталады. Кошка лежит за креслом. Мысық креслоның артында жатыр. Над озером летели гуси. Озераның үстінде қаздар ұшты. Немесе платье сөзі олды средний род за платьем. Көйлектің артында. Енді женский родты қарастырайық. Женский родта сөзіміз а-мен аяқталса, ой жалғауы жалғанады, я-мен аяқталса, ей жалғауы жалғанады. Мысалы, мама, мамой, семья, семьей. Алдымен а-мен аяқталатын сөздерге мысалдар келтірейік. Олар улыбка, музыка, сумка, мама, сестра. Я с улыбкой отказался. Анна интересуется музыкой. Рядом с сумкой. Я поговорила с мамой. Я пошла с сестрой. Қарап тұрсаңыз, барлығына ой жалғауы жалғанып тұр. Неге? Өйткені сөзіміз а-мен аяқталғандықтан. Ал я-мен аяқталса, онда оған ей немесе йой қосылады. Неделей, песней, семьей, тетей, Юлией, Россией. Енді мен отбасымен анау жақта тұрамын. Теперь там живу я с семьей. Теперь там живу я с семьей. Апта артынан апта кетіп жатыр. Идет за неделей неделька. Идет за неделей неделька. Әнмен кездесу. Встреча с песней. Встреча с песней. Мен әпкеммен бірге. Я с тетей. Я с тетей. Юлямен бардым. С Юлей пошла. С Юлей пошла. Ресей мен Азербайжан арасында. Между Россией и Азербайджаном. Между Россией и Азербайджаном. Енді женский родта мягкий знакпен аяқталатын сөздер келсе, оған творительный падежге қоятын болсақ, оған ю жалғауын жалғаймыз. Сіздің организміңіз күн мен түнді шатастырып алған. Ваш организм перепутал день с ночью. Ваш организм перепутал день с ночью. Дәптер мен жұмыс. Работа с тетрадью. Работа с тетрадью. Махаббатпен. С любовью. С любовью. Майдамен. С мелочью. С мелочью. Тышқанның артынан бақылау. Наблюдать за мышью. Наблюдать за мышью. Мысық тышқанмен. Кот с мышью. Кот с мышью.
Аудитория алдында сөз сөйлеу немесе өнер көрсету. Вступать перед аудиторией. Вступать перед аудиторией. Кереуеттің астында өмір сүретін құбыжық. Монстр, который живет под кроватью. Монстр, который живет под кроватью. Шкаф пен кровать. Шкаф с кроватью. Шкаф с кроватью. Қайшының көмегімен картонды кеседі. С помощью ножниц режут картон. С помощью ножниц режут картон. Ережеге бағынбайтын сөздер бар. Мать және дочь сияқты сөздер келсе, оған матерью, дочерью деп жазылады, немесе айтылады. Анаммен, қызыммен. С матерью, с дочерью. Осы бізде соңғы ереже. Бүгінгі тақырыбымыздың ша, ша, ча, жа, ц сияқты әріптермен келсе сөзіміз, онда оған ей жалғауы жасалады. Мысалы, Маша. Машей болып жазылады. Яғни ей жалғауы жалғанады. Мен Машамен сөйлестім. Я поговорила с Машей. Я поговорила с Машей. Сен мәселені шеше алатыныңа сенімсізсің. Ты не уверена, что справишься с задачей. Ты не уверена, что справишься с задачей. Біздің заңгерлер мәселемен шеше алмады. Наши юристы не справились с задачей. Наши юристы не справились с задачей. Көшенің артын бақылау. Наблюдать за улицей. Наблюдать за улицей. Завод көшенің жанында. Завод рядом с улицей. Завод рядом с улицей.